Елімізде алғаш рет ең үздік бейнероликті анықтау үшін байқау жарияланды. Оған танымал блогерлар мен бұл саланың қыр-сырын енді зерттеп жүрген өнерлі жастардың қатысуға мүмкіндігі бар. Бас жүлде 5 миллион теңге. Жеңімпаздар 11 номинация бойынша 9 желтоқсан күні анықталады. Ал бірінші орыннан басқа жүлделі блогерлерге iPhone бейнежазбаны түсіруге қажетті құралдар сияқты бағалы сыйлықтар табысталады. Сайысқа қатысу үшін видеобайга .kz сайтына тіркеліп тапсырыс жіберу қажет. Әр жаңадан түсірілген жарқын бейнеролигіңіз керек. Ең бастысы бейнероликтің мазмұны мен көркемделуі Қазақстан заңнамасына сәйкес болуы тиіс. Бейнебайге жобасына қатысушылардан 300-ден аса өтініш түскен. Ал 1-8 желтоқсан аралығында жас блогер ең үздік YouTube 2017 жобасы, YouTube'тағы ең үздік телеарна және Билайнның арнайы номинациялар бойынша халықтың дауыс беруі басталады. Мен бұл байқауға қатысу үшін өтініш беріп үлгердім. Енді жүлделі орынға ие боламын деген үмітім бар. Істі бастаған интернет қолданушылары әлемдік аренада Қазақстанның ғаламтор контентін дамытып, рейтингті алғашқы ондыққа көтеруді көздеп отыр. Мен бұл байқаудан тек жақсы нәтиже күтемін. Еліміздің барлық бейнеблогері бас қосып, Қазақстанның ғаламторлық жүйесін дамытамыз деп сенемін. Байқауға дарын жастар түрлі тақырыпқа сай туындыларын ұсына алады. Тек бейнероликтің ұзақтығы 3 минуттан аспауы тиіс. У нас есть 10... Бұған дейін 10 номинация болған, ал 11-шісі ғаламторды гүлдендір деп аталады. Қатысушылардың қиялына еш шектеу жоқ, оларға тек сәттілік тілейміз. Есть еще 11-я номинация. Сайыстың негізгі шартына сәйкес дыбыс және бейне жазбаларда техникалық ақаулар болмауы міндетті. Оған қоса материалдар YouTube желісіне жүктелуі қажет. Мен видеобайгының барлық қатысушыларына жеңіс тілеймін, сәттілік. Жеңімпаздар 9 желтоқсан күні анықталып, салтанатты жиында марапатталады. Сондықтан байқаудан қапы қалмаңыз. Лаура Қуанышқызы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.